айналайын қызым, мен міне алдымызда келе жатқан аналар мерекесіне және де көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күніне осындай әдемі гүлді жасап отырмын. Сенің де осындай гүлді жасап үйренгеніңді қалаймын. Қыздарға ежелден ата-бабамыз айтады, қыздардың 10 саусағынан өнері тамып тұрған дұрыс деп, ал ұлға 7 өнерде аз деп жатады. Міне соның бірі осындай гүлді сен жасап үйренгеніңді қалаймын. Мына гүлдің аты раушан деп аталады. Бұл жасыл, бізде көк түс, жасыл түс берекенің, бірліктің түсі деп белгіленеді, айтылады екен. Ал мынау қызғылт күлгін түс, бұл гүлдің әдеміліктің, сұлулықтың бейнесінде. Және де міне мынандай гүл шамдары жасалған. Сенің де осындай өнерден үйренгеніңді қалаймын. Ал қызым, мен саған мына әдемі гүлдердің астындағы, астына ұстап тұратын жерін жабыстыруды үйретейін. Ол үшін біз әдемілеп гүлшамымыздың астына ыңғайлап қырқып аламыз. Және оны біздің клейіміз арқылы астына жабыстырамыз.